көпке сілеме, еткен еңбектен тіле. Абай ал кәнекей қыздар атты сайыс сабағымызды бастаймыз. Сабақтан тыс алтын оймақ үйірмесінің сабақтан тыс сабағымыз. Міндеттері: ойын тәсіл арқылы оқушылардың ойын дамытып, пәнге деген қызығушылығын ояту, өнерді түсініп, бағалап, меңгеруге бағыт-бағдар беру. Өнер үйренуде өз беттерінше ізденудің қажеттілігін сезіндіру. Қыздарымыз сүйкімді болсын деп, өнер білімге икемді болсын деп, бәйтерек деп, бойшаңдансын деп, өрен өршіл өркенді болсын деп, жақсы жолды таңдайық, жаманды тәлім алмайық, дарынды мектеп дәстүрін жаңалайық, жалғайық, ары адал жаны жаз, ару жолын таңдайық деп, ал кәнекей қыздар атты кешімізді бастаймыз. Қыздар екі топқа бөлеміз. Арулар, қызғалдақ тобы. Топтар өз өнерлерін көрсетуге келіп отыр. Сонымен қадірменді қыздар, ақылына көркістай қыздарымыздың өнері ендігі сәтте бүгінгі сайысымыздың шарттарын таныстырып өтейік. Бірінші шарт: сәлем сөздің атасы деп аталады. Әр топ атымен, ұранымен таныстырамыз. Екінші, бәйге сұрақ жауап сайысы. 5 сұрақ көркем еңбек пәнінен беріледі. Үшінші шартымыз: кім жылдам? Әр топ мүшелері өздерінің шеберліктерін, икемділіктерін көрсетеді. Ойы ойғаның ойы ұшқыр дейді. Қағаздан ойы оямыз, қамыры жаю, инені сабақтап түйіндеу, бисерді инеге тізбектеу шарттарымыз. Төртінші шартымыз: тіл өнері мақал мәтелдермен жұмбақтар жасырылады. Соның жауабын табуымыз керек. Бесінші шарт: ас адамның арқауы, салат түрлерін дайындау, нан түрлерін таныстыру. Ендігі шартымыз, бірінші шартымыз қыздар. Алтыншы шартымыз: білімді мыңды шығар. Әртүрлі пәндерден сұрақтар беріледі. Мына жерде қойылған. Жетінші шартымыз: 10 саусағынан майысқан шебер болар ұрпақпыз. Үй тапсырмасы. Өнер білім өнеге тұнған дарын, өнерліге өз басын таңғаламын. Сайыстың бірінші шарты бойынша топтар атымен, ұранымен өздерін таныстырамыз. Бірінші бастайтын топ шебер тобы. Өз топтарға таныстырамыз. Сіздер жаңа жасанды, қазақ елінің заңды қыздарында, елімізді әйелді себебімді сүйеміз, одан ісі әрқашан басымызды иеміз. Дұрыс таныстыру. Ақылдылық қыздарға жарасады, көзі ашықпен бәрі де санасады. Келесі сұрақ жауап сайысына сыналар білімінен парасаты дей отырып, келесі кезекте сұрақтарға жауап береміз. Әр топқа 10 сұрақ беріледі. Тез әрі нақты жауап беруге дайындаламыз қыздар. Бірінші бәйге сұрағымыз. Бірінші топ. Бізге ма? Иә, бірінші топ. Иә, бірінші топ. Ұлттық бас киімді ата дейді. Ұлттық бас киімдерде сәукеле, тақия, бөрік, сосын кимешек жатады. Екінші. Малдың үстінен дайындалатын ұзақ Малдың үстінен дайындалатын сақталатын тағам. Азық түлік қапшы болғанда жүн түрі. ашаршылық. Үш арсызды ата дейді. Ұйқы, тамақ, күлкі. Ұйқы, тамақ. Ұйқы, күлкі, тамақ. Ою өрнек түрлері нешеге бөлінеді? Төрт түрге. Жануар тектес, сосын өсімдік тектес, геометриялық тағы бір түрге бөлінеді. Сондай түрге, төрт түрге бөлінеді. Химиялық талшықтар нешеге бөлінеді дейді. Химиялық талшықтар нешеге бөлінеді? Қарсы топ. Химиялық талшықтар.
химиялық талшықтар өттік қой балды сосын химиялық талшықтар екіге бөлінген иә біреуі синтетикалық және табиғи тамақтан соң ауыз сүртуге арналған орамал ұсақ моншақ қай елде алғаш пайда болған дейді кестелеуге ине мен жіптің қандай түрін алған жөн кестелеуге жіңішке қысқа әрі жіңішке енді қандай қолданбалы өнер түрлерін білесіңдер басу киіз басу тоқыма тоқу қолданбалы өнер қандай сымақ тоқу киіз басу қолданбалы өнер киіз басу кілем тоқу құрақ құрау киіз басу сырмақ сыру дейді құрақтың қандай түрлерін білесің дейді құрақтың қандай түрлерін білеміз өткенде айттық қой құрақтың қарсы топ құрақтың түрлері қандай түрлері бар шахмат оюлы иә шахмат бар жұлдыз ботагөз тырнақатар және шаршы шахмат түрлері бар екен моншақпен тоқуда керекті құрал заттың бірі дейді моншақты тоқуда дейді керекті құрал заттың бірі ине одан кейін сым дейді жаңағы желкі дейді сым дейді мойынға тағатын әшекей иә су моншақты дейді ең көп шығарған ел үйдегі машине бірақ онымен дейді ешқайда бара алмайсың үйдегі машина бірақ онымен ешқайда бара алмайсың тігін машинасымен кір жуатын машина дейді иә екінші бәйгеміз қызғалдақ тобы өздерін таныстырамыз қызғалдақ тобы екінші бәйге екінші топқа 10 жаңағы сұрағымыз бұларға да беріледі екінші топ табиғи жүнді дейді неден алады дейді айта беріңіздер қой ешкіден алады иә дұрыс кешке жатарда асты неше сағат қамырдың негізгі шикізаты иә көкөністен дайындалған салқын тағам дейді көкөністен дайындалған салқын тағам көкөністен дайындалған салқын тағамымыз салат енді ежелден келе жатқан кәсіп ежелден келе жатқан қол өнері тігін машинесінің әкесі кім дейді тігін машинесінің әкесі кім қыздар иә Elias Hall дейді иық бұйымына жататын қазақтың ұлттық киімі камзол дейді кестелі үшін қандай құрал қажет кестелі үшін кестелеу үшін
Ине кергіш оймақ дейді. Кесте тігу үшін оймақ керек бірінші. Ұсақ моншақ қай елде алғаш пайда болған? Египетте. Шық, атлас, жібек, мата. Нанның кептірілген бөліктері сухари дейді. Сухари дейді. Енді су моншақтың орысша атауы. Дұрыс писер. Ендігі 13-ші сұрағымыз. Шашқа тағасына әшекей. Шашпау. Түрлі тігіс. Машина зат. Уақытша тігісінің түрі. Уақытша тігісінің түрі. Көктеу. Енді келесі шартымыз. Ойы ойғаның ойы шүкір. Bir kız дейді түрлі түсті қағаздан ойы қажет. Екі топқа беріледі. Түрлі түсті қағаздан қайшымен ойы боямыз. Қыздар, түрлі түсті қағаздан ойы оямыз. Қандай ойы оямыз? Дұрыс. Тек қана бір қыз ғана істемес, қыздар істей береміз жан-жақтан. Тек қана бір қыз ғана оймасын, барлық қыздар қарап оқып істей беріңдер. Қыздар, ойы ойғаның ойы шүкір. Кім жылдамдар қыздар ойы ойғаның ойы шүкір, бір қыз қағаздан ойы ойды. Енді екінші қамыр жаю. Үйден дайындап келген қамырымызды жаяды. Bana pişerden kızlar kulmeydi aklımda.
қыздар қамыр жаю, одан кейін инені сабақтарды түйіндеу, бисерді тізбектеу. Тоқта кім бастама. Бисерді, мына жаққа екеуін шығыңдар да, кім жүр? Бисерді тізбектеу. Баста бит. Qani qizlar, bisier qancha tizbekka?
Koyuyoruz bol. Kızlar işlerimiz var. Şimdi yıllardan izleyeceğiz. Kay zamanlarında iyiliği oldu. Kızıltak topu mu? Kızıltak topu ya, sendere. Kızıltak topunun bilseri şamalı uzundау oldu. Dұрыс, рахмет. Қоя салды қыздар, қоя салды. Не қылсыздар қыздар, оюларыңыз дұрыс болмады ма? Сіздерше қыздар оюлары дайын ма? ішіндегісін алып, сол ішіндегісін алып қыздар. Мұның ішіндегісін. Сол ішіндегісін. Негізі ішіндегісі, мынау ортасын алып қойғансыздар ғой, сол негізі әбжелерінде ше. Енді осы ішіндегісі болу керек қыздар, мынау сырты. Түсініңдер ма? Бірақ қошқар мүйіз ою, иә? Қошқар мүйіз. Қандай ой болды сендер қыздар? Төртінші шартымыз қыздар тіл өнері. Ал қанекте қыздар ойнайық та ойлайық. Қандай жұмбақ болса да шешпей оны қоймайық дегенде жұмбақ шешіп көрейік. Бар екен дүниеде жалғыз көзді, сол көзбен дүниенің бәрін кезді. Әлемді 18.000 киіндіріп, дүниеден жап-жалаңаш өзі кезді. Бірінші топ, арулар тобы, шеберлер тобы, екі семсер айқасқан ас. Құрғақ жемсе сақтайсың, онсыз тамақ таппайсың. Дұрыс. Енді бұл жерде қыздар, біз жұмбақтың шешімін табамыз, сол жұмбақтың шешіміне байланыстырып, мақал мәтел құрастырамыз. Жаңа бірінші екінші жұмбағымыз құрақ жерде сақтайсың, онсыз тамақ таппайсың дейді. Тұз. Енді тұзға байланысты ас дәмсіз ішік. Тұзсыз адам, тұзсыз не дейді? Доссыз адам, тұзсыз ас дейді. Екі семсер айқасқан, ойықта текте шайқасқан дейді. Қайшы. Дұрыс, қайшы. Енді қайшыға байланысты қандай мақал мәтелдер айтамыз? Айқасқан, оны айтып па? Енді екі семсер айқасқан, ойықта текте шайқасқан дейді. Қайшы деді, иә? Қайшы. Енді оған мақал мәтел. Мақал мәтел айтамыз қыздар. Асыл қайшы пішуге сән, күміс қасы ішуге сән. Қызғалдақ тобы. Бір сусын бар жұртымда, іштен уыз ұртыңда, бәрі содан шығады, ірімшік май құртыңда. Сүт, есікке байланысты. Қандай мақал мәтел айтамыз? Жылғыда ұстар сүт жоқ.
аяқ. Енді шешесі көріп қызыдан дұрыс. Екінші қызын көріп асын ішті. Қимылдаса қос шебер, қыруар сөйлер дейді. Қол. Енді соған мақал мәтел қойыңыз. көз қорғап болмайды. Көз қорғап болмады. Дұрыс. Суда туады. Суда туады, суда өледі. Дұрыс. Тұз. Енді қыз ауыр ма? Тұз ауыр. Сылдыр сүйіп су емес, ішсең сусын қанады. Ақ болса да қар емес, кім шешуін табады. Сылдыр су емес, ішсең сусын қанады. Сүт. Сүтке байланысты қандай нелерің бар, мақалдарың бар? Ақты төкпе дейді, сиырды теппе дейді. Бесінші шартымыз, ас адамның арқауы, ендеше іске сәт сайыскерлер. Ас көңілдің ажары деген ырым, жақсы ғой, тағамның да білген сырын көрсетсін келесі сәт сайыскерлер, дайындаған жаңашыл талап түрін. Өнер білім тұңғиығынан нәр алған сайыскерлеріміз тағам дайындау жағынан сыналар уақыты да жетті дейді. Әр топ үйге дайындап келген өздерінің ас мәзірлерін түсіндіреміз. Қыздар кән Biz осы бірінші бауырсақ жасау үшін осы алдымен өзіміздің алдымызға керекті заттарды алып аламыз. Алдымен таза ыдысқа осы майонезді екі жұмыртқаны жарып араластырамыз. Одан кейін араластырып болғаннан кейін тұз, татымына қарай тұз, құмшекер және ашытқы саламыз. Араластырып болғаннан кейін көз мөлшерінде ұн салып жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Одан ашық болғаннан кейін қайтарып тағы да 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Осымен біздің бауырсағымыз дайын. бауырсақты пісіріп аламыз. Одан кейін айтсайшы, қоспасы не, қалай дайындалды, қалай жасадың, айта бер. Кепікті жасау үшін пирогтар жасамас бұрын керекті заттарымызды аламыз. Барлығын араластырғаннан кейін Қоқыс бар ішінде, солардың бәрін араластыру арқылы одан кейін қанша минутта пісіріледі? 20 минутта пісіріледі. 180 градусқа қоясың, минутында 20-25 минутта пісіріледі. Но қандай тағамдарымыз? Бұл тағамның аты қытырлық деп аталады. Біз бұған қолдың жұмыртқасы, тұз, аздан көптігіне қарай тұз және шекерімізді қосып оларды араластырып, оны қосып осы қамырға белеп шығамыз. Осы қамырға белеп шыққаннан кейін оны 1,5-2 сағаттан кейін қойып қоямыз және оны оқтаумен жайып, өзінің оюына қарай кесіп, майға пісіріп аламыз. Дұрыс. Екінші. Қалдар тобы. Бұл аты бәліш, бұған ыдыс жұмыртқа, 1 кесе ұн, және де 1 кесе шекер, разрыхлитель, және де 4 жұмыртқа қосып, оны араластырып, пешке 20-30 минутқа пісіріп аламыз. Келесі тағамдарын. Бұл
қосып сүт қосамыз, араластырамыз. Кремде оның 2 жұмыртқа, құм шекер араластырып, оларды жағып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сонда осындай тоқаш шығады. Қанша градуста пісіріледі? Бұл 180 градуста. Қанша минут отқа қоясыздар? әр бөлігін 10 минут 15 минут пісіріледі. Одан кейін оның бәрін бір-бірінің үстіне қаптау арқылы бірыңғай тәтті нан жасалып дұрыс. Рахмет қыздар. Келесі шартымыз дейді. Әртүрлі пәндерден қойылады. Бірінші, арулар тобына биология пәнінен қойылады. Таза табиғаттан алынған талшық түрлері. Таза табиғаттан алынған талшық түрлері. Сұрақ жауап. Таза табиғаттан алынатын талшық түрлері. Қандай талшық түрлерін білеміз қыздар? Бар. Мата, зығыр, жібек, жүн. География пәнінен елімізде мақта өсіретін бірден-бір аймақ. Оңтүстік облысы. Соның ішінде Жетісай, Шардара, осы өңірлер мақтамен айналысады. Көркем еңбек пәнінен киіз үйдің жабдықтарын ата дейді. Бірінші төбесінен басталды. Сосын есік. Бейнелеу пәнінен байлық пен молшылықтың бейнелейтін ойы өрнектері. Байлық пен молшылықты бейнелейтін ойы өрнек түрі қандай? Қызғалдақ тобы. Екінші, сіздерге биология пәнінен етте қандай дәрумендер бар? Толықтырып өтейін. А дәрумені, Д, Р, В дейді. География пәнінен төрт түліктің киелісі түйе малынан шыққан жері. Түйе малының шыққан жері. Орта Азия, Қазақстан дейді. Көркем еңбек пәнінен ою өрнек түрлері нешеге бөлінеді? Ою өрнек түрлері нешеге бөлінеді? Төртке бөлінеді. Соның ішінде ою өрнек түрлері дейді қыздар. Өсімдік тектес, жануар тектес, геометриялық тектес, және Дұрыс. Рахмет сіздерге, арулар тобы. Бұл ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жалғасып келе жатқан халқымыздың асыл мұрасы. Салт дәстүрлер қоғамдық әлеуметтік дүние, ол халықтың мінез-құлқы мен іс-әрекетінің рухани негізі. Халқымыздың осындай баға жетпес құнды қазынасын бүгінгі ұрпақтың санасына сіңіріп, әрі қарай жалғастыруына мүмкіндік басты мақсатымыз. Қыздар, бүгінгі сабағымыз, қайсы сабағымыз осымен мәресіне жетті. Сендерге рахмет. Сау саламат болыңдар.